Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның тақырыбына арқау болып отырған мамыр айында гүлдейтін сирень гүлі. Қазақша атауы мамыргүл. Мамыргүлдің пайдасын біреу білсе, біреу білмес. Денсаулыққа пайдасы туралы осы видеода көптеген мағлұматтар алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мамыргүл зәйтүн тұқымдасына жататын ағаш немесе бұта. Негізінен Шығыс және Орталық Азияда, Шығыс Европада таралған 30-ға жуық түрі белгілі. Мамыргүлдің 2300-ден астам мәдени сорттары бар. Олар кәдімгі мамыргүл түрінен алынған. Сорттары бұталардың гүлденуі, биіктігі мен әдетті мерзімдері, гүл түсі, пішіні мен мөлшері бойынша ерекшеленеді. Қазақстанда қалаларда, саябақтарда, бақшаларда және демалыс орындарында кәдімгі әсемдік үшін өсіріледі. Биіктігі 2 метр мен 8 метрдей. Жасыл түсті, жас өркендері безді. Бір жылдық бұтақтары сұр түсті. Бүтін жиекті жалаң жапырақтары сопақша жұмыртқа тәрізді. Қарама-қарсы орналасқан. Ұзындығы 5-10 см, ені 4-7 см. Халық медицинасында жақсы таралған дәрілік өсімдік. Оның жапырақтары мен гүлдерін көптеген ауруларды емдеу үшін қолданылады. Болса, мамыргүлмен қандай ауруларды емдеуге болатынын атап өтейін. Жазылуы қиын жараларды және іріңді жараларды мамыргүлдің жас жапырақтарымен де емдеуге болады. Ол үшін жараланған жерді ыстық судың буымен жақсылап булаулап, мамыргүлдің тазалап жуылған жапырағын қойып, таңып тастайды екен. Алғашқы күні таңып қойған жерді 3-4 рет ауыстырады. Бір күннен соң тәулігіне 1 рет ауыстыруы жеткілікті. Ревматизм мен артрит, остеохондроз кезінде мамыргүлдің жапырағын емдік мақсатта қолдануға болады. Сиреньмен келесі ауруларды емдеуге болады. Қант диабеті, бронх демікпесін, безгек пен ревматизмді, суықпен, радикулитпен, жоғарғы тыныс жолдарының ауруларымен, өкпе туберкулезіне сирень негізінде өнімдерін оң әсерін береді екен. Артрит, ревматизм, көгеру, остеохондроз бен ауырсыну синдромдарын жеңілдету үшін қолданылады. Қайнатылған шай түрінде кептірілген сирень жапырақтары эпилепсия үшін қолданылады. Қант диабетіндегі сирень мүмкіндігінше пайдалы болу үшін диффузияны дұрыс дайындалу технологиясын сақтау керек. Сирень бүршіктері инсулинге ұқсас қасиетімен ерекшеленеді. Бұл диабетті емдеудің негізі болып табылады. Сиреньде эфир майларының болуы оны косметология мен парфюмерияда өте танымал етеді. Мамыргүл улы өсімдіктер қатарына жатады. Препаратты дозаланғанда болуы мүмкін улануға жол бермеу үшін оны ішке абайлап салу керек. Емдеу процесін тәжірибелі шөп терапевті бақылайтыны жақсы. Сіз сирень гүлдің адамдарға ұзақ уақыт бойы тұратын бөлмеге қоюдың қажеті жоқ екенін білуіңіз керек. Балама медицинаны қолданар алдында дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Мамыргүл улы өсімдіктер қатарына жатқандықтан оны көптеген сарапшылар емдеу үшін қолдануға үзілді-кесілді қарсы. Мамыргүлді қандай да бір ауруға қолданар алдында дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыздар. Және де оны тек қысқа курстарда қолдану керек.